Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы 102 мен 3-тің көбейтіндісі және 306 мен 6-ның бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Оқу мақсаты: бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Бүгінгі сабақта сіздер екінші разряды, яғни ондығы 0 болатын 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін, яғни қадамдарын үйренетін боласыздар. Көбейту және бөлу амалдарын орындаудан бұрын олардың компоненттерін қайталап алайық. Көбейту компоненттері: көбейткіш, көбейтіндінің мәні. Бөлудің компоненттері: бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. 3 таңбалы санда 3 разряд бар екенін білеміз. Бірінші разряд бірліктер деп аталады, екінші разряд ондықтар деп аталады, үшінші разряд жүздіктер деп аталады. Мысалы, 204 санында бірінші разряд 4 бірлік, екінші разряд 0 бірлік, ол ондықты білдіреді. Үшінші разряд 2 бірлік, жүздікті білдіреді. Бұл 3 таңбалы санда екінші разряд ондық 0 болып тұр. Енді осындай разрядтардың бірі 0 болған жағдайдағы 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтіп және бөліп көрейік. Алдымен көбейтуді орындайық. 102 мен 3-тің көбейтіндісі. Бірінші көбейткіш 102. Екінші көбейткішіміз 3 саны. Баған түрінде жазамыз. Алдымен бірліктерді көбейтемін. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. 6-ны бірліктердің астына жазамын. Ондықтарды көбейтеміз. 0 мен 3-тің көбейтіндісі 0. 0-ды ондықтардың астына жазамын. Жүздіктерді көбейтемін. 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3. 3-ті жүздіктердің астына жазамын. Жауабын оқимын. Көбейтіндінің мәні 306. Енді бөлуді орындап көрейік. 306 мен 3-тің бөліндісі. Бөлінгішіміз 306, бөлгішіміз 3 саны. Баған түрінде жазамын. Жүздіктерді бөлемін. 3 пен 3-тің бөліндісі 1-ді береді. 1-ді бөліндіге жазамын. Ондықты бөлемін. 0 мен 3-тің бөліндісі 0. 0-ды бөліндіге жазамын. Бірлікті бөлемін. 6 мен 3-тің бөліндісі 2. 2-ні бөліндіге жазамын. Жауабын оқимын. Бөліндінің мәні 102. Назар аудар. Бағандап бөлуді орындау кезінде қысқаша жазуға да болады. 0-ды кез келген санға бөлгенде әрқашан 0 саны шығатындықтан бөліндіге 0-ды бірден тіркеп жазуға да болады. Үйренген іс-әрекеттерімізге сүйене отырып, оқулығының 10-шы бетіндегі нөмірі 3-ші тапсырманы орындайық. Тапсырманы орындау кезінде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтуге арналған дескрипторды және 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлуге арналған дескрипторды пайдалануды сұраймын. Дескриптор сенің дұрыс қадамдар жасауға көмек етеді. Оқулығымыздағы 11-ші беттегі нөмірі 7-ші тапсырмаға қарайық. Есеп шартын тыңдаймыз. Бақта 20 түп шырша, 102 түп жай бөртегүл және одан 2 есе артық парсы бөртегүлінің бұталары өсіп тұр. Бақта барлығы неше түп бөртегүл өсіп тұр? Балалар, бөртегүл дегеніміз бұталы ағаш. Оны біз сирен деген атаумен жақсы білеміз. Суды өте жақсы көретін бұта ағаштың бір түрі.
Енді есепті шығару үшін алдымен керекті мәліметті анықтап аламыз. Қажет деп тапқан анықтамамызға сүйене отырып есептейміз. Есеп шартына қарап отырсақ, бұл жерде 20 түп шыршаның артық екенін байқадық. Демек, бұл санды мәліметтің бізге қажеттігі жоқ екен. Біз бөртегүлдің, яғни сиреннің барлығы неше түп екенін табуымыз керек. Олай болса, есеп шартына сүйене отырып, екі сұраққа жауап іздейміз. Неше парсы бөртегүлі бар? Бақта барлығы неше бөртегүл өсіп тұр? Есеп шартындағы 2 есе артық кілт сөзі көбейтуді айқындайды. Барлығы деген кілт сөзі қосу амалын айқындайды. Осыған назар аудара отырып, есептеп көрейік. 102 мен 2-ның көбейтіндісі 204. Бұл бізге белгісіз болып тұрған парсы бөртегүлі. Енді барлық бөртегүлді табу үшін жай бөртегүлге қазір ғана тапқан парсы бөртегүлін қосуымыз керек. Яғни 102 мен 204-тің қосындысы 306-ны береді. Демек, бақта барлығы 306 бөртегүл өсіп тұр екен. Осы тапсырманың ә бөлімін өз бетіңше орында. Төменде берілген дескрипторға сүйен. Сонда еш қателеспейтініне сенімдімін. Үй жұмысына оқулығыңдағы 11-ші беттегі нөмірі 9-ші тапсырманы алуыңды сұраймын. Үй тапсырмасын орындағанда, көбейту және бөлу амалдарын орындау кезіндегі алгоритмдік қадамдарды мұқият сақта. Разрядтың 0 саны болған жағдайында қысқаша бөлу жолы барында еске ұстауыңды сұраймын. Рахмет, сабағымыз аяқталды. Зейіндеріңіз ашылсын.